Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Кербес Сул арнасындасыздар. Және де бүгін менің арнамда ең алғаш рет менде басқа адам келіп отыр менің арнама. Өйткені әрдайым тек қана өзім, енді Диас танымағанда челлендждер жасаймыз. Әпкем болды бір рет, бірақ сырттай басқа бір видеоблогерді шақырып бірге видео түсіру деген менде болмаған. Бірінші рет менің арнамда Марфуға Шапиян. Марфуғаның да өзінің арнасы бар. Видеоблогер болып саналады, travel блогер, travel блогер болып айтса болады. Жалпы өзіңіз қысқаша таныстырып өтсеңіз. Алдымен каналыңа шақырғаны көп рахмет. Барлықтарыңызға сәлем, Айжанның көрермендері. Мен енді шыны керек, сені бұрыннан бері өзім көрем. Өзім әлі канал бастамай тұрған кезден бері көрем, өйткені қазақ тілді алғашқы блогер деп есептеймін, YouTube блогер. Менің де осы канал бастауыма бір шабыт берді деп айтсам да болады. Что? Өте риза. Негізгі мамандығым журналист, өзіммен әріптеспін. Бір универде айтпақшы оқығанбыз, бір факультетте оқығанбыз. Содан ары қарай осы блогерлікпен де айналысып, түрлі әлеуметтік желілерде жазып, одан кейін енді ақырындап осы YouTube-қа көшіп жатқан жайымыз бар. Негізінен YouTube-та кітап туралы, саяхат, одан кейін ислам туралы, өзімнің өмір салтым, былайша айтқанда соның барлығын түсіріп, көрермендерге қызықты етіп ұсынуға тырысамын. Марфуғаның арнасы менен кейін ашылғанымен қаралымдары өте күшті, және де жазылулар, сенде қазір 46 мыңдай адам бар, 47 мың бар? 47 мың болды. Өте керемет. Марфуғаның үлгісін алып, мысалы, қанша 1-2 жылда жиналды, 2 жыл шамамен. 2 жылдың ішінде соншама күшті аудитория жинады. Өйткені әрине бұл қыздың контенті өте күшті. Енді мен бұл видеоны не үшін түсіріп отырмын? Өйткені Марфуғаның видеосын, арнасын қарап отырып, Марфуғаның өте әдемі айдарларын көрдім. Сол себепті өзімде енді арнамда осындай айдар жасамақшымын, және де сол айдардың бірінші қонағы Марфуға, бірақ ол айдардың атауын әлі күнге дейін қойған жоқпын, өйткені жақында ғана келді маған сол идея. Егер де сіздердің бір идеяларыңыз болса, онда пікірге жазыңыздар, қандай атау қояйын. Бұл айдарда мен осындай қызықты адамдармен сұхбат салып отыратын болам. Өйткені журналист болғаннан кейін өте қызықты адамдармен кездесеміз, өте бір былайша айтқанда өзінің өмірінде бір ерекше дүниелер жасап жүрген адамдармен кездесіп жатам. Сол себепті өзімнің де арнама сол адамдарды шақырып сіздерге сұхбат жазуға болады. Марфуға дегенде маған ассоциация ол кітап оқу деген келеді. Егер де Марфуғаны инстаграмда байқайтын болсаңыздар, бір марафон, сондай бір челлендждер жасап отырасың, кітап оқу деген жайлы. Соған сен өзің жалпы қанша кітап оқисың? Бір жылда деп айтайықшы, сондай бір санау жүргізесің ба? Бұрын мен мүлде санамайтынмын кітапты. Бұрын оқыған кезде, одан кейін санамайтынмын да, жүйесіз оқитынмын. Ал енді осы соңғы жылдары санайтын болдым. Ол санағанда да санау қайдан шықты. Әдетте жылдың соңында осы блогерлер болсын, журналистер болсын, қорытынды жасап жатады ғой. Сол кезде мен осы жылы осынша кітап оқыдым, осынша елге саяхаттадым, солай істедім, былай істедім деген кезде, сол кезде ойлай бастадым. Бір жылда 100 кітап деген челлендж деп айтуға келе ма? Сондай бастадым инстаграмда. Енді ол жердегі мақсат менде нақты бір жылда 100 кітапты оқып шығу емес, жалпы адамдарды кітап оқуға ынталандыру, бір жылда сондай көп кітап оқитын адамдар бар екенін көрсету, немесе сол айдарымда сол арқылы жалпы кітап оқуды насихаттау, одан кейін жастардың арасында бір сәнге айналдыру. Бір жылы 50-ден асты, екінші жылы 70-ке жуық болды шамамен. Ал енді мен биылғы жылы ол әдетті алып тастадым. Өйткені менде мынандай нәрсе бар екен да, мен бір айда бір көп кітап оқуым мүмкін. Мысалы кейде бір айда болады 7-8 кітап оқитын кез болады. Ал бір айлар болады мүлде кітап оқымайтын кез болады. Ал мен кітап оқуды нақты өміріме бір әдет ретінде енгізсем деп ойладым да. Сонымен осы жылы аптасына бір кітап деген челлендж бастадым. Енді қазір соны іске асырып жасап көріп жатырмын. Және ең жақсысы инстаграмда соны қолдаушылар да өте көп. Бірге ілесіп, бізде оқиық, бізде бастайық, күніне 100 бет оқимын, 20 бет оқимын деп әркім өзіне осындай мақсаттар қойып, соны бөлісіп жатыр. Ал сенде мынандай болмайды ма? Мысалға, мен бір кітапты оқығаннан кейін келесі кітапқа көшу үшін біраз бір демалу керек сияқты болады. Өйткені ол кітапты әсіресе енді қазірде көбісінің оқитыны психологиялық, сондай бір мотивациялық кітаптар қой. Көркем әдебиетті мен тіпті бұрында студент кезімнен бастап болды, оқи алмаймын.
меніңше көркем әдебиет оқитын бір кезең болатын сияқты адамның өзінің өмірінде, сол бір жасөспірім кезінде немесе бір әдебиет сабағы кезінде кішкене қызығып оқисың, ал кейін уақытыңды үнемдегің келеді, маған кітап бір пайдасын берсе екен деп жаңа ақпарат алғың келіп, сондай ғана болады менің енді өзім өмірімде. Және де сондай бір психологиялық кітаптарды оқып, оның әсері күшті болып жүреді да, одан кейін келесіне өтуге білмеймін, маған бір көп уақыт керек болатын сияқты. Ол алдыңғы кітаптың әсерін біткенше, ол біткеннен кейін, мотивациясы біткеннен кейін барып, содан кейін барып екінші кітапты оқимын. Ол бір 2-3 ай немесе тіпті жарты жылдан кейін болуы мүмкін. Сен сондай бір нәрселермен кезікпейсің бе? Ондай нәрсе болып тұрады. Бағана айттым ғой, мен ана айлап кейде кітап оқымай кететін кездер болады, кейде керісінше жақсы оқылатын кездер болады. Енді олар көбінесе менде көркем шығармада болады ондай. Көркем шығармада, әдеби кітаптарда солай болады. Енді психологиялық кітаптарда енді мен көп жағдайда жазып аламын да, оны сосын өмірімізге енгізуге соған тырысамын. Ал кейде өміріңе енбей жатса, әдетіңе енбей жатса, кейде бір қанша өзің қолданғың келсе де бір өміріңе кіргізе алмайтын кездер болады ғой, ондай кітаптарды жарайды деп ары қарай жібере саламын. Яғни бұл маған арналмаған. Менде де сол нәрсені енді үйрендім десем болады. Қызық емес кітаптың бетін жабу. Өйткені бұрында мен жарайды қойшы, бастадым ғой, соңы немен бітеді екен деген сияқты өзімді қинатып, одан кейін кітап оқу мүлде бір қызықсыз болып қалады. Қазірде уақытымды бағалауды үйрендім. Егер де қызық болмай жатса, немесе айтылған дүние, мен уже бұл нәрсені білем деген нәрсе болады да, одан кейін жаба саламын басқасын. Ал қалай ойлайсың сен, кейбір адамдар болады, мүлде кітап оқи алмайды. Білемін сондайларды. Олар бір кітаптың өзін жаңағыдай өз-өздерін қинап оқытқызады. Ол жаңағыдай мен аудиосын тыңдай салайын немесе видео көре салған оңай болады. Сондай адамдарға қалай кітап оқуды дағдыға айналдырса болады? Әлде ол адамның өзінің сондай бір ішкі қалауы болу керек па? Қалай ойлайсың? Негізі мен аудио, видео көру деген дүниені қолдаймын. Шынымен егер адамға қызық емес болса, ол кітап оқу тартпаса, оны шынымен де аудиодан немесе видеодан көре салған оңайырақ қой. Солай істеген дұрысырақ сияқты. Бірақ кейбір адамдар болады, шынымен мен мысалы өзіме кітаптан оқыған қызықтырақ, кітаптан оқысам жақсырақ көрінеді. Өйткені мүмкін бала кезде қалыптасқан әдіске байланысты шығар. Ал егер бірақ кітап оқуды енгізгім келеді, қалыптастырғым келеді деген адамдарға мен алғашында мынандай кеңес берер едім. Қызықты кітапты таңдау, өзіңе қызық тақырыпты таңдау. Енді мен көп жағдайда бұнда сіңілімді нетем, мысалға келтірем, өйткені мен сіңілім студент, Астанада студент. Сонда ол сол мысалы былтыр алдыңғы жылғыларға дейін ол мүлде кітап оқымаған, тіпті өмірінде бір кітап, әдеби кітап болсын, басқа кітап болсын бітірмеген адам болатын. Ал қазір енді ол тіпті жылына 20-30 кітап сондай оқитын деңгейге жетті. Сонда ең алғашында мен оған өзі медицинада оқығаннан кейін медицинаға қатысты кітаптарды қызықтырып әкеле бастадым. Бестселлер болған кітаптар, басқа соны үнемі сатып алып беремін мен оған. Ол ақырын қызығып бастап, немесе андай бөліп ақырын айтып беремін оған. Бұл енді бірінші тақырып таңдау. Одан кейінгі екінші ол мақсат қою. Нақты мен осы күні осынша бет бітіруім керек деген нәрсені. Өйткені адамдар жаңағы қызық емес болса жаба салу, ол кейін әдетке айналған кезде болатын шығар. Ал нақтандай мақсатпен бітіру, мақсат қойып оқу, сол кезде ол нәтижесін береді. Мысалы бастапқы кезеңде солай істеген дұрыс секілді. Қазіргі мен бастап атқан челленджімді сол, мысалы күніне осынша бет оқуымыз керек. Қандай кітап болсын, ол маңызды емес, бірақ міндетті түрде оқу дағдысын енгізу. Аудио, видеода жақсы, бірақ біздің көрермендерді кішкене бізде мотивациялау ғой, кітап оқу деген сияқты. Меніңше сол кітап оқудың бір жақсы жері, бір жақсы тұсы ол кітап оқып отырып, сен сол нәрселерді визуализациялайсың. Өйткені көп адамдарда болады, мысалы қазір айтады ғой, визуализация жасау керек, мақсатыңды, арманыңды деген сияқты. Сол кезде көп адамның шынымен де визуализацияға деген қабілеті жоқ екен. Олар айтады, мысалға, мен көзімді жұмамын, бірақ ештеңе көре алмаймын. Елестете алмаймын деп. Меніңше кітап оқу осы жағынан өте жақсы көмектеседі. Өйткені сіздер кітап оқып отырғанда болып жатқан оқиғалар сіздерде өзімен өзі кино сияқты көзіңізден жүріп жатады. Ол әр адамда әрқалай кино болуы мүмкін. Және де сіз өзіңіз жеке солай кітап оқып, сол киноңызды көрген сайын сіз өзіңіздің жеке бір ойыңызды қалыптастырасыз, жеке бір әлеміңізді қалыптастырасыз, жеке бір ішкі дүниеңіз қалыптасып жатады. Меніңше сол себепті кітапты оқыған сайын адамдар рухани байиды деп айтады.
мысалы бір кітаптың желісімен кино түсіріп біз оны көруге барсақ бізге ұнамай қалады ғой. Өйткені біздің миымызда өз киномыз бар. Өз киномыз бар. Оны түсірген режиссер оны өзінше қабылдаған. Енді нақты бір кітаптар туралы айтатын болсақ, өзіңнің қандай сүйікті кітаптарың бар, және де ең бірінші мүмкін енді мүлде кітап оқымайтын адамдарды алайық, иә. Солар үшін қызықты болады, осы кітаптан бастаған қызықты болады деп қандай кітаптарды айта аласың? Жаңа да айттық қой, көркем әдебиет негізі мен көп ойлаймын осы қай кезде оқу керек. Шынымен мектеп кезі мен студент кез көркем әдебиетті оқуға ең күшті кезең. Әсіресе мектептегі кезең деп ойлаймын. Өйткені адамның жоғары сыныптағы уақыты сол көркем әдебиетті сол кездері мысалы енді бірақ уақытын өткізіп алған адамдар бар ғой. Соларға егер қазақ әдебиетінен болса, онда көп жағдайда кімді Әуезовтің нелерін, әңгімелерін, қараш болсын, жаңағы қорғансыздың күні болсын. Ең бірінші оқыған кітабың қандай? Қызық болып кетті ме? Ең бірінші оқыған. Мен ең бірінші оқыған. Қанша жасында оқыдың? Есімде жоқ. Мен негізі әріп танығаннан бастап кітап оқуға қатты құштар болдым. Бірақ мындай бір серьезный роман дейді ғой, сондай бір қазақ классик. Мың бір түнді 3-ші сыныпта оқыдым. Мың бір түн сол ең есімде қалған сол шығар, өйткені ертегі сияқты ғой оның іші. Одан кейін 6-шы сыныпта Абай жолын әжеміз екеуміз әжеме отырып оқып беретім кітап. Менде солай қалыптасты кітап оқу әдеті. Әжеме оқып берем. Сол кезде екеуміз 6-шы сыныпта оқып жүргенде сол Абай жолын бітірдік. Қазақ әдебиетін оқимын деген адамдарға Оралхан Бөкейдің одан кейін шығармалары енді кез келген, сосын Мұхтар Мағауиннің Шахан шерісі, Сары қазағы тарихи романдарына бармай қойған дұрыс, өйткені ол тарихқа қызығатын адамдар оқыған дұрыс, уақыт кетіргенше. Одан кейін тілін дұрыстаймын дегендер Ғабит Мүсірепов, енді Мұстафиндер классиктерді де бір шолып, егер үлкен шығармалар ауыр болса, онда әңгімелерінің өздері олардың мықты, солардың оқып шығуға болады. Психологиялық, мотивациялық кітаптардан. Енді Лобковскийдің «Хочу и буду» кітабы маған қатты әсер еткен. Сосын кімнің «Возлюби свою болезнь» деген авторын қалдым. Бір доктордың, иә? Синельников қой деймін. Синельниковтың «Возлюби свою болезнь» деген бір шама адамның ішкі бір психологиялық барьерлерімен, басқасымен, немесе өзіңдегі кейбір аурулардың қайдан шығатыны деген сияқты, оның барлығы енді психологиямен байланысты екені дегендей. Амен деген автор, несі ми туралы сол кітаптары бар, мидың жұмысына қатысты. Ең алғаш мүмкін мидың жұмысына қатысты оқыған кітабым сол болғаннан кейін ба, ол маған қатты әсер етті. «Измени свой мозг, изменится и тело» деген кітап. Сол кітап қатты ұнады. Одан кейін Кеханың «Подсознание может все». Сол кітабы. Әлем әдебиетінен мен қатты Толстойды жақсы көремін. Толстойды енді оның романдарын оқу үшін мен үлкен шығармаларын оқу қиын шығар. Мысалы Анна Каренинасы болсын, «Война и мир» болсын, өте ауыр, енді оған үлкен дайындықпен оқу керек. Бірақ кімнің Толстойдың шағын шығармалары да өте жақсы. Оның «Адамға қанша жер керек», немесе «Крейцер сонатасы» сияқты. Одан кейін Қажымұраты болсын. Толстойды қазақша оқыдың? Жоқ, орысша оқыдым негізінен. Тек сол «Крейцер сонатасын» болу керек, бұрынырақ бір қазақша оқыған. Кейінгілерін орысша оқыдым. Одан кейін он өзінің туған жері Ясная Полянаға бардым, арнайы Толстойдың өзім қызығушылығыммен, солайынан. Сол қатты жақсы көремін. Одан кейінгі оқығандардан осы Орхан Памуктың жаңағы несі «Менің атым қырмызысы» қатты әсер етті маған, қатты. Қазақша оқыдың ба, орысша? Қазақша оқыдым. Достар, енді көріп отырғандарыңыздай Марфуғаның оқыған кітаптары өте көп. Және де ол кітаптарға деген рецензияны сіз Марфуғаның өзінің арнасынан көре аласыздар. Біздің видеомыз осымен тамам. Рахмет. Егер де менің қызықты кітаптарымды білгілеріңіз келсе, онда Марфуғаның арнасында бізде тағы да екінші біздің бөліміміз бар. Сол, жолыққанша. Сау болыңыздар. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.